Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда татар ұлтының тамағы учпучмактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдыратын боламын. Алдымен қамыр басуымыз қажет. Ол үшін бірінші опара қойып қоямын. Жылы сүтке қант және де дрожж қосып араластырып аламын. Біздің сүтіміз қатты ыстық болмауы қажет, әйтпесе біздің дрожжымыз әсер етпей қалуы мүмкін. Енді електен өткізіп ұн саламыз. Мен шамамен 50 граммдай қостым. Жақсылап араластырамыз. Жылы жерге 35 минутқа көтерілуге қоямыз. Содан кейін ғана тағы үстіне ұнды, басқа да ингредиенттерді салатын боламыз. Біздің апарамыз жылы жерде тұрып көтерілді, шамамен жарты сағаттай тұрды. Енді ерітілген сары май қосамын үстіне, жақсылап араластырып аламын. Бір жұмыртқа қосамын, оны да жақсылап араластырамын. Және де тұз қосуға ұмытпаңыздар. Осы қоспамыздың үстіне електен өткізілген ұнды қосамыз, яғни қалған ұнды қосамыз. Біздер 50 грамын апараға қостық, қалғанын қазір қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Аздап зәйтүн майын қосамын, жабысып қалмас үшін. Және де қақпағын жауып, жылы жерге орап, шамамен 1 сағатқа көтерілуге қоямын. Осы аралықта начинкасын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге сиырдың тартылған еті, картоп және де пияз қажет болады. Картоп пен пиязды видеодағыдай етіп, ұсақтап турап шығамын. Кубиктап турауымыз қажет. Барлығын турап болдық. Енді қара бұрыш, дәміне қарай тұз қосамыз. Сіздің фаршыңыз аздап құрғақ болса, су құйып жіберсеңіз болады, салқын су. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болады. Бір сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз керемет болып көтеріледі. Мен осы 1 сағат аралығында қамырды жаймен басып қойдым. Сол кезде қамырыңыз одан бетер керемет үлпілдек болып шығады. Видеодағыдай етіп созамыз. Өзіңізге қалаған бөліктерге бөлесіз. Мен 10 бөлікке бөліп алдым. Біздің қамырымызды видеодағыдай етіп жайып, ортасына салмасын салып, дәл самса сияқты түйеміз, бірақ ортасын аздап ашық қалдырамыз. Толықтай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Барлығын мұқият көрсеттім.
Барлығын противинге орналастырып, орамалмен жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Жылы жерде 15 минут тұрды. Енді жұмыртқаның сарыуызын видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Учпучмактарды қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 35-40 минут аралығында пісіреміз. Осымен біздің учпучмактарымыз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Дәл менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің видеоларым ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұмасына 2-3 рет дәмді рецепттармен бөлісемін.